Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздерге кішігірім таңғы асқа идея ұсынамын. Ол үшін колбасамызды домалақтап, барлығын керектеріңізше турап аласыздар. Дәл солай сырымызды да турап аламыз. Мен мына жерде моцарелла сырын қолдандым. Кез келген сырды қолдана берсеңіздер болады. Одан соң помидорды турап алдым және енді лавашымыздың қамырын алып аламыз. Барлығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формамен кесіп алсаңыздар болады. Осымен ұзын 4 бұрыш етіп кесіп, майонез бен кетчупты бір ыдысқа салып жақсылап араластырып алдым. Лаваштың қамырына майонез бен кетчупты жағып, барлығын орналастырып, видеода көріп тұрғандай етіп, 3 бұрыш етіп орап алдым. Енді құр кетчуп пен майонезді жағып, колбаса мен сырды ғана қостым. Балдарға жегенге солай ұнайтын болғандықтан, енді жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, осылай батырып, қызып тұрған майымызға екі бетін оттың астын жай қойып отырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қышырлап, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.